жалпы мутация, табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Енді тақырыпты бастамас бұрын сіздерге сұрақ. Жалпы мутация дегеніміз не? Генотиптің өзгеруі. Өзгеріс. Ал эволюция дегеніміз? Даму, тоже тіршіліктің дамуы деп қарастырсақ болады. Өзгеріс болуы ғой тіршілікте. Мутация мен эволюцияның арасында қандай байланыс бар дейтін болсақ, жалпы бізде эволюцияның ең қарапайым деңгейі ол мутациялық өзгерістер болып табылады. Енді осы эволюция дегеніміз жалпы тірі ағзалардың қарапайым формадан едәуір күрделі формаға жетуін айтамыз. Енді бізде эволюция түсінігін зерттеген ең негізгі ғалым ол бізде Чарльз Дарвин болып табылады. Енді осы эволюция пайда болмай тұрып, осы терминді негізінен зерттеген бірнеше ғалымдар болып табылады. Ол ғалымдарды біз Чарльз Дарвинға дейінгі және де Чарльз Дарвиннан кейінгі ғалымдар деп бөлеміз. Оның ең біріншісі ол бізде Карл Линней мен Жан-Батист Ламарк. Барлығымыз білеміз, Карл Линней ол бізде жүйелеуді енгізген болатын. Яғни өсімдіктер мен жануарларда төр, тоз, тұқымдас, қатар класс деген сияқты жүйелеген. Енді осының ішінде жүйелеу бойынша ең ірісі қайсысы? Дүние ғой. Патшалық, дүние дегендер, иә. Ал ең кішкентайы? Түр, иә. Енді түр дегеніміз ол ең кіші жүйелік бірлік болып табылады. Сонымен қатар бізде Карл Линней бинарлы номенклатураны енгізген болатын. Ол бойынша бізде туысты белгілеу үшін ол зат есімді қолданды, ал түрді белгілеу үшін ол сын есімді қолданған болатын. Мысал ретінде біз қандауша тәрізді жол желкенді алатын болсақ, оның туысы жол желкен болса, оның түрі қандауша тәрізді дегенді аламыз. Енді бізде екінші ғалым Жан-Батист Ламарк, ол бізде келесі даму деңгейі бойынша жануарларды омыртқалы және омыртқасыз деп екі түрге бөлген. Сонымен қатар ол зоология философиясы деген еңбекті жазған болатын. Енді бізде ең негізгі эволюцияның дамуына үлес қосқан ол Чарльз Дарвин, және де оның теориясы бойынша табиғи сұрыпталу арқылы түрлердің пайда болуы атты еңбегі бойынша түсіндірген теориясын. Енді бізде Чарльз Дарвин жалпы эволюцияның бастапқы негізгі үш себебін қарастырады. Оның бірінші себебі тіршілік үшін күрес, екіншісі табиғи сұрыпталу, үшіншісі тұқым қуалайтын өзгергіштік болып табылады. Біріншісі ол бізде тіршілік үшін күрес деген, ол жалпы тіршілік ету үшін бір түрлердің арасында немесе әртүрлі түрлердің арасында бір-бірімен бәсекелестік болады. Ал табиғи сұрыпталу деген тіршілік үшін күрестің нәтижесінде болатын өзгеріс. Ал тұқым қуалайтын өзгергіштік деген жалпы тірі ағзаның ата тегінен басқа да бір белгісі бойынша айырмашылық жасайтын белгілердің пайда болуы. Енді Чарльз Дарвиннан кейінгі ғалымдар бізде Чичверико пен Фишер деген ғалымдар. Олар бізде жалпы синтетикалық эволюция теориясын дәлелдеген болатын. Синтетикалық теория деген ол эволюцияның генетикалық және биотехнологиялық әдістер арқылы жасанды түрде басқарылатын әдісі болып табылады. Енді біз бірінші Чарльз Дарвиннің эволюциясының негізгі үш кезеңінің біріншісіне тоқталайық. Дауысын бассаңыздар. Ақбай апай. Біріншісі тіршілік үшін күрес. Тіршілік үшін күрестің өзінің үш түрі болады. Біріншісі түрішілік, екіншісі түр аралық, үшіншісі абиотикалық күрес болады. Біріншісі аты айтып тұрғандай, түр ішілік деген ол бір түрлердің арасында болатын күрес болып табылады. Бұл кезде бір аумақта бір түр неғұрлым көп болса, күрес пен өлім, соғұрлым көп болады. Кім мықты, сол бұл күрес бойынша аман қалатын болады. Екіншісі ол бізде түр аралық болады.
түр аралық ол бізде алуан түрлі даралар арасында жүреді. Мысалы, жыртқыш пен құрбан, паразит пен иесі арасында, немесе жапырақтылар мен қылқан жапырақтылар арасында жүретін болады. Осы түраралық күрестің бізде екі түрі болады. Біріншісі жыртқыштық жағдайдағы бәсекелестік, екіншісі паразиттік жағдайдағы. Бірінші жыртқыштық жағдайдағы ол бізде мысалы қоян мен қасқырдың арасындағы бәсекелестікті айтсақ болады. Келесі ол бізде абиотикалық факторлар, абиотикалық күрес. Ол бізде жансыз табиғат пен тірі ағза арасындағы қарым-қатынасты айтқызамыз. Мысал ретінде табиғатта болатын құйын, су тасқыны, жанартаудың атқылауы, таулы аймақтардағы температураның күрт ауысуын жатқызамыз. Келесі енді бізде бейімделгіштік деген нәрсе болады. Бейімделгіштік деген бір өмір сүретін аймақтағылардың арасында сол өмір сүріп жатқан жергі жағдай қарай бейімделуді айтамыз. Енді бізде мына суретте көріп тұрғандарыңыздай бейімделгіштіктің бірнеше түрлері көрсетілген. Бірінші суретте ол қоршаған ортада бейімделе алмаған ағзалар тіршілігін жояды, және де мысал ретінде шөлді аймақта өмір сүретін өсімдіктердің мысалы жапырақтары ұсақ тікенекке айналған болып келеді, немесе арамшөптердің гүлдері мен пішіні мәдени өсімдіктерге ұқсайтын болып келеді. Келесі екінші суреттегі ол ағзалардың бейімделуінің бір бөлігі шектеуші факторлардың жағымсыз әсерін жоюға бағытталған болып табылады. Мысал ретінде мұхитта күн жарығының жетіспеуіне бейімделу мысалына қызыл балдырларды аламыз, ал құрлықта көлеңкеге төзімді өсімдіктер жатқызамыз. Келесі бізде үшінші ол бізде шөлдегілер, шөл жануарларының маңызды бейімделуіне ымыртта белсенділікке көшу жатады. Және де мысалы дала тасбақасы ыстық кезде жазғы ұйқыға кетеді, өзінің тіршілігін сақтап қалу үшін. Келесі бізде табиғи сұрыпталу. Табиғи сұрыпталу ол тіршілік үшін күрес нәтижесінде табиғи популяциядағы едәуір бейімделген ағзалардың тірі қалуын айтамыз. Оның бізде үш түрі болады. Біріншісі қозғаушы, екіншісі тұрақтандырушы, үшіншісі дизруптивті болады. Бірінші қозғаушы деген ол бізде қандай да бір бағытта немесе көрсеткіш бойынша орташа нормадан ауытқуы бар даралар артықшылыққа ие болып табылады. Мысалы, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, ұзын мойындағы жирафтар қысқа мойындағылардан қарағанда қоршаған ортаның өзгерісі туындағанда қорек тау жеуге бейімделген болады. Бұл қозғаушы бейімделушілік болады. Немесе паразиттердегі дене мөлшерінің кішіреуі үшін сұрыптап жүрді. Едәуір ұсақтары тірі қалады. Яғни кім мықты, кім бәсекелестікке жарамды болады, сол бізде тірі қалатын болады. Келесі бізде екіншісі тұрақтандырушы, сақтандыру. Ол бойынша жалпы орташа белгілері бар даралар сақталады, ал ауытқуы бар даралар жойылады. Мысалы, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, ақ тышқан мен қара тышқан көбінесе көзге көрініп қала беретін болады. И бұл екеуіне қараған кезде сұр тышқан көзге көрінбейтін болады. Соған байланысты сұр тышқанның өмір сүру уақыты ұзағырақ болады деген сияқты. Келесі дизруптивті сұрыпталу. Бұл кез келген өсімдік ұрпағын көптеп беру үшін толық жетілуі керек. Егер өсімдіктің жетілу мерзімі шөп шабу маусымына сәйкес келсе, көп ұрпақ бермейді. Яғни бұл дизруптивті сұрыптау бойынша кім ортасы, сол ортасындағысы тіршілігін жояды. Ал кім мысалы жоғарырақ немесе төменірек, сол екеуі тіршілігін жалғастырады деп мысалға келтірсек болады. Келесі бізде демонстрация. Бұл тірі ағзалардың қарсыласын үркіту немесе абдырату әдісі. Яғни өзін сақтап қалу үшін, мысалы, кең алқым жыландардан да несі алқымы дәу болады, и сол арқылы жауларынан қорғана алатын болады. Тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайларына бейімделуінің бізде үш түрі болады. Оның біріншісі қоректік мамандану, екіншісі қорғаныш рең, үшіншісі климатқа бейімделу болады. Біріншісі қоректік мамандану. Бұл
қоректің жетіспеуінен туындаған жағдайда болатын процесс. Оған мысал ретінде бізде үлкен шымшық пен көкшіл шымшықты айтатын болсақ, ол екеуі бір түрге жатады, бірақ екеуінің қорегі екі түрлі болады. Үлкен шымшық ол бізде бунақ денелермен қоректенетін болса, көкшіл шымшық ол бізде ағаш қабырғасындағы ұсақ бунақ денелермен қоректенетін болады. Келесі бізде климатқа бейімделу. Бұл яғни мысалы ыстық ауа райы немесе суық ауа райына байланысты жануарларда болатын ерекшеліктер. Мысалы аю, кит дегендер мұзды жерлерде өмір сүретін болғандықтан оларда майлар пайда болған деген сияқты. Келесі қорғаныш рең. Бұл жалпы жауларынан қорғану үшін өзінің түрін өзгерту процесі. Бізде қорғаныш реңнің үш түрі болады. Қорғаныш рең, еліктеуші рең, демонстрация деген. Біріншісі қорғаныш реңнің өзінің бірнеше түрі болады. Мысал ретінде мынау шегіртке қорғану үшін ол да жап-жасыл болады, и ол жапырақтардың арасынан байқалмайды деген сияқты. Келесі бізде мысалы мына суреттен қарайтын болсақ, бізде мына жәндік бізде араға ұқсап тұрады, бірақ бұл бізде негізінен араның түрі емес. Бұл бізде ара тәрізді бір шыбынның түрі болып табылады, и ол өзін қорғау үшін осы түрі ара тәрізді болады. Немесе мына мысалда жыланға қарасаңыздар, бірінші суреттегі ол улы жылан, ал екінші суреттегі улы жыланға ұқсайтын жылан. Келесі енді бізде жалпы эволюцияның маңызы ол бізде жалпы кез келген жануар, өсімдік болсын, тірі ағзалардың өзінің тіршілік барысындағы өзгерістерін айтамыз. Енді сол өзгерістер барысында бізде оларда әртүрлі процесстер болады. Мысал ретінде әртүрлі құстардың аяғы мен тұмсығы өздері мекендейтін жағдайларға бейімделген болады. Мысалы ормандарда өмір сүретін құстардың тұмсықтары ұзынырақ болады. Себебі жәндіктерді ағаштың арасынан ұстап жеу үшін. Немесе тасты жерлерде өмір сүретіндердікі керісінше жалпағырақ и қысқа болады.